Томас Ирвин атты жұмысшы бір керемет компанияға жұмысқа тұрады. Ол компания өте әдемі және ақшасы да қолайлы еді. Бірақ директоры өте бір түрлі қорқынышты еді. Ол ештеңеге көп мән бере бермейтін. Менің бірінші күнім өте сәтті өтті. Жұмысымды өте қолайлы істедім. Ал жанында кеңседің жұмысшыларымен танысайын десем, олар ешкімге мән бермейді. Тек өздерінің жұмыстарын ғана істейді және ойлайды. Мен де оларға мән бермеуді шештім. Бірақ бірінші күні менің бөлмемде бір қара тесік пайда болды. Ол қара тесік бөлменің құртып тұрды. Мен оны қолмен кетірмек болдым, бірақ ол кетпеді. Мен оны сөйтіп бояп қойдым. Бірақ ол ертеңінде өте қатты болып үлкейіпті, бояу жоқ. Мен оның не нәрсе екенін білмедім. Және ол адамды біраз үрейлендірді. Мен оны парақпен жауып қойдым, бірақ ол парақтың асы өте қатты үлкейді. Мен ол тесіктен өте қатты қорқа бастадым. Себебі ол өте үлкен болып үлкейіп кетті.